Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен штрудель тағамының рецептімен бөліспекшімін. Ол үшін бір зуала қамыр илеп бастырып қоямыз. Енді подливасын дайындап аламыз. Ол үшін етті ұсақтап тураймыз. Сәбізді де майда етіп тураймыз. Пиязды орташа етіп тураймыз. Картопты орташа майда етіп тураймыз. Осыларды кезек-кезек қуырамыз. Табанына май құйып қыздырып аламыз. Және етті қуырамыз. Етті қызарғанша қуырамыз. Еттің үстіне пияз саламыз. Пиязды сарғайғанша қуырамыз. Пияз қуырылған соң сәбізді салып қуырамыз. Сәбізден кейін помидор саламыз. Менде мұздатылған помидор. Подливымыз қызармай қалуы мүмкін, сол үшін кішкене томат салып жіберсеңіздер болады. Менде қолдан жабылған томат. Картопты саламыз. Тұз, сірә, дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырып, үстіне су құямыз. Барлығы бататындай етіп, жай отқа қоямыз. Подливы пісем дегенше қамырын дайындап аламыз. Қамырының салмасына жұмыртқа, пияз, сарымсақ және тұз, бұрыш керек. Жұмыртқаны жақсылап майдалап турап аламыз. Пиязды да майдалап турап аламыз. Чеснокты қандай үккіштен өткізе салсақ болады, немесе майдалап турап алыңыздар. Дәміне қарай тұз сеуіп, жақсылап араластырып қойдым. Қамыры дайын болды. Қамырды дөңгелек етіп жайып, арасына жаңағы салманы қосамыз. Қамырды жайып болған соң бетіне май жағып шығамыз. Қамырды рулет сияқты орап, оны кішкене бөліктерге бөліп шығамыз. Дайын болған бөліктерді қайнап жатқан подливамызға біртіндеп салып шығамыз. Салып шыққан соң газдың астын жай отқа қойып 40 минут пісіреміз. Неге біздің штрудель дайын болды. Отбасыма өте қатты ұнады.